Ертеде ерлі-зайыпты екеуі өмір сүріпті. Олардың екі баласы, Машенька деген қызы мен Иванушка деген ұлы болыпты. Бірде ата-анасы қалаға бармақ болады. Жолға шығар алдында Машенькаға інісін жалғыз қалдырмай, бағып-қағып, қарап жүр деп аманат тапсырады. Содан балаларын қалдырып, екеуі жол жүріп кетеді. Машенька құрбылармен ойнап кетіп, інісін сұм қаз аққулар келіп, қанаттарына қағып алып, ұшып кеткенін байқамай қалды. Машенька жан ұшыра аққуларды қуып, арттарынан көзге көрінбей кеткенше жүгірді. Өріспен жүгіріп келе жатып, тұрған пешті көреді. Пеш, қас аққулар қай жаққа ұшып кеткенін айтшы деп сұрады. Менің тәтті самсамнан дәм татсаң айтамын деді. Маша дәмді самсаны жеп алғанда, пеш оған қаз аққулар қайда ұшып кеткенін айтады. Маша ұзақ жүгіреді. Бірде қараса, піскен алмадан бұтағы жерге дейін иіліп тұрған алма ағашы тұр екен. Алма ағашы, қаз аққулардың қай жаққа ұшып кеткенін айтшы деп сұрайды Машенька. Менің алмамды жесең, сонда айтамын деді алма ағашы. Маша піскен тәтті алманы жеп алғанда, алма ағашы оған қаз аққулардың қайда ұшып кеткенін көрсетеді. Маша Кесел өзенге жетіп келіп, Кесел өзені, қаз аққулардың қай жаққа ұшып кеткенін айтшы деп сұрайды. Сен менің кеселімді ішсең, сонда айтамын деді ол. Маша кеселден ұрттап ішкенде, өзен оған қаз аққулардың қайда ұшып кеткенін айтады. Жүре-жүре Маша ну орманға жетеді. Қараса, тау аяқты үй тұр. Ішіне кіріп, інім Иванушка жоқ па екен деп көрейінші деп ойлады Машенька. Үйге кіріп қараса, орындықтың үстінде Иванушка гүлдермен ойнап отыр екен. Ал жанында төсекте түр жаман жалмауыз кемпір ұйықтап жатыр. Машенька інісін лезде көтеріп алып қаша жөнелді. Оны байқаған қаз аққулар иесі жалмауыз кемпірді оята бастайды. Жалмауыз кемпір ояна сала, сыпыртқысын алып, келісіне отырып, Машеньканы қуа жөнелді. Машенька өзенге дейін жетіп келді. Өзен, бізді жалмауыз кемпірден жасыршы деп жалынады. Жағалауымның астына кіріп, тығылып қалыңдар деді өзен. Машенька мен інісі жағалаудың астына кіріп, өзен олардың үстін көк шөппен жауып қойды. Қаз аққулар өзеннің үстімен ұшып өтті. Машенька інісі екеуі әрі қарай қаша жөнелді. Машенька артына қараса, қаз аққулар қайта арттарынан қуып жетіп қалыпты. Олар алма ағашына жетіп үлгерді. Алма ағашы, бізді жалмауыз кемпірден жасыра көр деп жалынады Машенька. Тез-тезме шығып алыңдар, ал мен екеуіңді бұтақтармен жауып жасырам деді алма ағашы. Айтқандай, екеуі алма ағашына шығып алды. Қаз аққулар оларды байқамай, жаннан ұшып кетті. Машенька інісімен бірге әрі қарай қаша жөнелді. Қаз аққулар екеуін қайтадан қуып жетпек болды. Екеуі пешті көріп, пеш, бізді жалмауыз кемпірден жасыра көр деп сұрайды. Оттығыма кіріп тығылыңдар деді. Машенька мен інісі пештің ішіне кіріп, пеш оларды пердемен жасырып қойды. Жалмауыз кемпір қаз аққулармен бірге ұшып келіп, жан жағына қарайды. Айнала ұшып, іздеп балаларды таппай, қайтадан орманға кетеді. Машенька мен Иванушка үйге келсе, ата-анасы да қаладан оралған екен. Машенька болған оқиғаны ата-анасына баяндап берді. Әрине, олар інісіне дұрыстап қарамаған үшін Машенькаға ұрсып берді.
Бірақ оқиғаның жақсы аяқталғанына қуанған ата-анасы Машаның бұл қылығын тез кешірді. Қаладан әкелген базарлықтарын шығарып, Ваняға тәтті қалаш, ал Машаға жаңа көйлек сыйлады.